Сәби сүйгім келеді. Екінші бөлім. Әкесінің жоқтығын білдіртпеуге тырысты. Ерлан 4 қыздан кейінгі жалғыз ұл. Анасы барын салып мектептің полын жуып, балаларын оқытып-шоқытып, бір-бір дипломнан алып берген. Әкелері болмаса да ешкімнен кем қылмай өсірді. Енді міне барлық балаларын аяқтандырып, қуанып жүр. Осы балалардың бейнетін көрдім, енді тек рахатын көрейін дейді. Жаңыл келін болып түскеннен маған немере туып бер де, өздерің қыз бен жігіттей болып жүре беріңдер. Мен қараймын дейтін. Міне, сол немересін күтіп жүргеніне бақандай 5 жылда өте шығыпты. Ерланның анасы момын, көрегенді, дана кісі еді. Келіннің қандай жағдайда жүргенін түсініп ештеме айтпайтын. Басқа біреу болғанда баяғыда балама туатын әйел әперемін деп ажыратып жіберуші еді. Бұл кісі жатса да тұрса да бір немерені аңсап, Құдайдан немерелі болсам деп сұрап жүр. Көршілермен сөйлесіп қалса болды, ана бедеу келінің әлі жүрмей, неге тумайды? Жаспын деп әлі жүрма деп тесетіндер де шықты. Оған еш саспастан мен өзім айтып отырмын, жұмыстарыңды істеп, жағдайларыңды жасап алыңдар деп. Балалы болған соң жағдайын жасау керек, оқыту керек. Қазір заман қиын, бәрі қымбатшылық. Мен өзім оларды тоқтатып отырмын деп барлық нәрсенің артын жауып қоятын. Кімнің аузына қақпақ боласың? Пәленшенің келіні бедеу. Онымен түскендердің кемінде 2 баласы бар. Бұл әлі жүр, мүсінін бұзбаймын деп. Ана байын аяса нетті. Бір бала туып берсе болады ғой, деген неше түрлі өсектерді жайлап кететін. Қайтсын, айтқан адам айтады да қояды деп ештеме естімегендей жаңыл жүр. Бірақ іші алай-дүлей болып жүретін. Осы 5 жыл ішінде не істемеді десейші. Кім не айтса да құлағы елең етіп, барып емделіп келетін. Қит етсе қайын әпкелері осыны сүйрейтін. Бірақ барған жердің бәрінен еш ем болмайтын. Бәрінің айтатыны деніңіз сау, көтересіз. Құдай сізге сәл кешіктіріп берейін деген шығар, сабыр қылыңыз, дейді. Сабырлықпен сонша уақыттың тез өтіп кеткенін де білмей қалды. Барған жері баспаған тауы қалмады. Енді түбегейлі үмітін үзгендей болды. Жаңылдың ойы жолдасына тек тоқал алып беру болды. Ерланның бұл өмірде баласы болғанын қалап, жолдасына жайлап айтып көріп еді. Жолдасы ашуланып, тыңдамай үйден шығып кетті.